Ассаламалейкум, міне қажылықта келіп қалды. Көптеген адамдар қара тасты сүйгісі келеді, қажылық умра жасаған кезде. Сөйтіп ол бірін-бірі итереді, таласады, ұрысады, боқтасады, сол жерде тұрып тепкілеседі. Мұның бәрі үлкен күнә болып табылады. Қара тасты сүю деген оңайлықпен мүмкін емес нәрсе. Ана тесікке жақындаған кезде ол қап-қара түк көрінбейді. Ал қара тас әр жерде орналасқан, оны сүюге мүмкіндік болмайды. Ол қара тасты емес, ана эпоксидный клейді сүйеді, қара тас орнатылған. Сондықтан да байқаңдар, мұсылмандарым, күнә жасап қоймаңдар. Ол жай ғана қара тас сүймейді, таласпайды, ана тұрған қағбаның покрывалын жыртып күнә жасайды. Егер дені дұрыс адамдар болса, сол жерде тұрағап, 2-3 ратқа тұрағап, кезек-кезек осы ретпен сүйереді. Ал енді бұлар нәпсілер мен шайтанның азғыруымен сол жерде тұрып күнә жасайды.